Жаңа өзенде жер үйдің ауласынан тастанды сәби табылды. Шақалақтың жылаған дауысын естіген Рахат шағын ауданы тұрғындары бірден жедел жәрдемге хабарласыпты. 31 градус температурамен ауруханаға жеткізілген нәрестенің кіндігі өрескел кесілген дейді. Сағатың зулап, күрсініп тулап, білмейсің анық жолыңда, заман анау деп, жағдай мынау деп, құр сермеп жүрсің қолыңда. Иман тақырға, заман ақырға, жетті ғой кеттік шыраққа, сот күні туып, батыстан шығып, күн күлімдемес бірақта. Өзен қаламда, туған даламда, әр сәби өзі құт деді. Кеше фәниге келген сәбиді, бірақ жылы жүз күтпеді. Жазуым керек, көп оған себеп. Сәби сіздерді қарашы, ал кеше күйсіз, киімсіз, үйсіз, қалды ғой адам баласы. Жылайын десе, сұрайын десе, тілі де жоқ әлі сөйлейтін, денесі жырық, өшпестей сызық, түссе де өзі білмейтін. Бірер күн қуып, періште туып, қашып жүр шайтан аналар, өздері өлмес, не күнін көрмес, ал сәби кімді паналар. Көріп келдік қой шақалақтарды ораулы қорап ішінде, ал туған бойда лақтырып ойға кеткенді көрмес түсінде. Еріксіз жылайым, Алладан сұрайым, сәбилер жыламасыншы, ерде адал боп, әйелде адал боп, шаңырақтар құламасыншы. Дінді жамылған, қыз деп сабылған, құлқынға көп қой құныққан. Ондай болмаңдар, жарды сыйлаңдар, отбасыңды еш ұмытпа. Жүргенге олай бақ бермес Құдай, нәпсі мен дінді қоспаңдар. Жетесіз болып, некесіз туып, болары болып, қашпаңдар. Сақтасын Құдай, бұл неге бұлай, сан сауал ойдан кетпейді. Періштем шыда, сенде жоқ кінә, оны әке-шешең өтейді. Жылама жаным, болады бағың, ерте көріпсің азапты, кінәсіз пәк боп, әрдайым ақ боп, батыры болшы қазақтың. Бір күнде бәрі өзгереді әлі, жақсылар жапа шекпейді, тұлпарлар шауып, арамдар талып, заманды ешкім сөкпейді. Авторы Алчын Ақбота.